Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Жанар ақылды қыз. Жаңа сөздермен таныс болайық. Сырт бейнесі, қосауыз мылтық, үңірейу, үңірейіп тұр, шеке, тап-тақыр, құлпыру. Тыңдалым оқылым тапсырмасы, 3-ші тапсырма, 42-ші бет. Мәтінді тыңда, түсініп оқы, тақырып қой. Жанар, атың қандай әдемі. Сендердің бұл қызбен танысып қоюларың керек. Осы повестің бас кейіпкерінің бірі болуға Жанар татитын қыз. Екеуміз бірге оқимыз. Жанар біріншіден кластағы ең ақылды қыз, екіншіден сұлу. Әсіресе қызыл береткасын киіп жүргенде сондай құлпырып жайнап кетеді. Дауысы қандай шіркіннің. Ән салғанда тыңдасаң, басына үкілі тақия киіп, мың бұралып қамажайға билегенін көрсең. Барып тұрған өнерлі қыз, кластағы бірінші үздік оқушы. Жанарды ойыма алсаң, мен қатты қуанып кетемін. Шіркін-ай, бұлай болса, адам әуелі үлкен болып жаралса, өмірдегі өзіне тиісті қызмет мамандығын атқарып болғаннан кейін барып балаға айналса. Сонда маған Майқанова қалай қарар еді? Үлкен кезінде ол әйгілі жазушы болған. Оның есімі бүкіл дүние жүзіне мәлім. Олай болса, менің оған ұрса бергенім жарамас. Жазушыны сыйлау керек деп ойлар еді. Жанардың үйі көшенің басынан таман өзенге таяу. Әкесі Балабек бригадир болып істейді. Мамасы Қырымға курортқа кеткен. Жанардың үйде жалғыз екенін білгенде қуанып кеттім. Не де болса, сөйлесейін деп ойладым. Кеш жарық Жанар. Жанардың таңданған жүзі дереу күлімсіреді. Қасыма жүгіріп кеп, шарбақтың үшкіл басынан ұстап бетпе-бет тұра қалды. Кеш жарық қожа, не қып жүрсің деп сұрады ол. Мен түнделетіп жайлауға кетем. Мамаңа барасың ба? Иә, сен неге лагерге бармадың? Мамам келгенше үйде болып, әжеме көмектесем. Майқанова апай, лагерге келесі кезекке жолдама берем деді. Жанар осыны айтты да. Қожа, менің әжем үйде жүр. Жоқ, жүр, дойбы ойнайық деді. Бердібек Соқпақбаев. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді түсініп оқиды, 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Жазылым тапсырмасы, 4-ші тапсырма, 42-ші бет. Мәтіннен 3 сын есімдерді тауып, сөйлем құра. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтіннен 3 сын есімді табады, 3 балл. Сын есімдермен сөйлем құрастырады, 3 балл. Орфографиялық жазу сауаттылығын сақтайды, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.